Қазіргі таңда барша елдің назарын өзіне аударып, кино индустриясына тың серпіліс әкелген 532 сериалы жайлы не білеміз? Ол сериалдағы қылмыстық оқиғалар Қазақстан жерінде орын алған шын оқиғалар екенін сіз білесіз бе? 532 саны қандай мағына береді? Осы және өзге де тақырыптарда тың мәлімет алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін тамашалауыңызды сұраймыз. Дайын болсаңыз біз бастаймыз. 532 сериалындағы таксистің қыздарды қала сыртына апарып өлтіру оқиғасы. Бұл оқиға шын өмірде Шымкент, Өзбекстан жерінде орын алған. Ол Шымкент вокзалынан қыздарды алып кетіп, қаланың сыртына апарып, тонап, айуандықпен өлтіріп отырған. 2011 жылдың желтоқсан айында полицияға ерлі-зайыптылар арызданып, қыздарының із-түзсіз жоғалғаны жайлы мәлімдейді. Ата-анасының ақпаратына сәйкес, қыздары бір күн бұрын Астанадан Шымкентке пойызбен жолға шыққан. Кейін Шымкент вокзалынан таксиге отырған соң еш хабар болмаған. Осылайша іздестіру жұмыстары басталып кетеді. Вокзал маңындағы сатушылардың мәліметінше, ол қара мерзке отырып кеткен екен. Өкінішке орай, басқа мәлімет таба алмаған. Арадан бір күн өтіп, қыздың мәйіті қаланың сыртынан табылған. Медициналық сараптамаға сәйкес, оны өзінің қолындағы сөмкенің бауымен қылқындырып өлтірген, әрі дүние мүлкін тонап кеткен. Арадан 2 ай өтті, қылмыстың беті ашылар түрі жоқ. Сол кезде сарыағаштық қыз Шымкентке барамын деп хабарсыз кеткен. Оны соңғы көрген жандардың мәліметінше, ол да қара мерзке отырып жолға шыққан екен. Ертесінде оның өлі денесі тасжол бойынан денесінің сау тамтығы қалмаған күйде табылады. Полиция осы екі қылмыстың байланысы бар ма, жоқ па деп отырғанда, арадан күн өтпей тағы бір 50 жастағы әйелдің денесі жол бойынан табылған. Ол да Шымкент вокзалынан қара мерзке отырған болып шығады. Осыдан кейін қала ішінде қара мерз туралы қорқынышты әңгіме белең алып, қыздар қанша асығып тұрса да қара мерзтерге мінбей қояды. Бірақ тура 8 наурыз қарсаңында адамдар мерекелік көңіл-күймен бейғам болған сәтте қылмыскер келесі құрбанын қақпанға түсіреді. Ертесі күні оның да мәйіті қала сыртынан табылады. Осыдан кейін қылмыскерді ұстау қатаң түрде жүріліп, қалаға кірген барлық қара мерз иелері тергеле бастады. Бірақ нәтиже жоқ. Олардың қателігі де осы жерде болды. Олар қылмыскерді Қазақстан азаматы деп ойлап, шетел машиналарына мән бермеген. Тек Өзбекстаннан әріптестері хабарласып, дәл осындай қылмыстың оларда да орын алып жатқанын айтады. Тіпті олар қылмыскердің есімін де білетін болып шықты. Оның есімі Болатбай Бердалиев. Ол барлық 11 қылмыстың көбін жалғыз емес досы Әбдусейіт Орманмен бірге жасағанын мойындаған. Ақыры сот екеуін өмір бойына бас бостандығынан айырған. Жалғыз аяқты қария. Оның бір аяғы жоқ болуы аса қатты күдік туғызбауы мүмкін, бірақ 1993 жылы Ақмола облысында Татьяна есімді қыз жоғалып кетеді. Ол көрші ауылға әпкесінің үйіне бару керек болған, бірақ діттеген нүктеге жете алмаған. Араға күндер салып, оның денесін мал бағып жүрген адам жазық даладан тауып алады. Оның денесі өртенген еді. Кейін тағы бір әйел дәл осылай қаза тапты, бірақ еш айғақ жоқ. 1994 жылы қала тұрғыны әйелінің хабарсыз кеткені жайлы шағым түсіреді. Өкініштісі, оның да мәйіті вокзал маңынан табылады. Осыдан кейін жұрт дүрліге бастайды. Осы уақытта полицияға бір адам хабарласып, соңғы қылмыс алған орыннан бір аяғы жоқ, бір адамды көргені жайлы мәлімдейді. Осының арқасында күдікті қолға түсіп, қылмысын мойындайды. Ол сол ауылдың тұрғыны Александр еді. Ол оның алдында да бірнеше рет ауыр қылмыс деп сотталған болып шықты. Тіптен бұрын оны ату жазасына кесілу сұралғанымен жоғарғы сот бас тартқан екен. Ақыры ол шешім өкіндіріп тынды. Кейін оны сот өлім жазасына кескен. 532 сериалында маскүнем еркектерді өлтіріп, етінен бәліш жасап сатқан әйелдің оқиғасы да шын өмірде болған. Ол барлығыңызға таныс Николай Жұмағалиев. Тек бұл қылмыскердің оқиғасы сериалда керісінше, яғни еркек әйелдерді емес, әйел еркектерді өлтіретінін қылып көрсетілген. Жұмағалиев кезінде тек Қазақстанды ғана емес, бүкіл КСР-ны үрейге орай білген. Ол алғашқы қылмысын 1979 жылы жасаған. Ұзынағаш Байбұлақ жолында жалғыз кетіп бара жатқан әйелді өлтіріп,
сол жерде оның қанын ішкен, кейін оны бөлшектеп етінен тағам әзірлеп жеген. Оның соңғы қылмысы Ұзынағашта болды. Үйде таныстарымен көңіл көтергенде ол таңға жақын бір қызды бөлмесіне алып кіріп өлтіріп тастайды. Оның не істеп отырғанын көрген куәгерлер қорыққандықтан қашып кеткен. Олар полиция шақырғанымен ол тауға қашып кеткен. Оның үйін тексеру барысында адам етін тұздап сақтаған сандығы табылған. Қылмыскер 1980 жылы қолға түскен. Бір жылдан кейін оны ақыл-есі дұрыс емес деп емделуге жібереді. Бірақ 1989 жылы аурухана көлігінен қашып шығып, 2 жыл бойы бой тасалап жүргенімен қайтадан қолға түсіп, мәжбүрлі емдеуге жөнелтіледі. Қазіргі таңда Николай Жұмағалиев Алматы қаласында емделу үстінде. Казгудағы қылмыскер. 1992 жылы орын алған бұл қылмыс кезінде қарапайым халықты ғана емес, полиция өкілдерін де тіксінтіп тастаған. Сол жылдың қысында Казгу маңында ойнап жүрген балалардың шыңғырған даусына қарай жүгірген ересектер де сол жердегі сұмдық бейнені көріп есеңгіреп қалған. Қардың астына көмілген мәйіттің тамағы құлағына дейін орылып, маңын қызыл түске бояған екен. Кейін іс зерттеле келе, қыздың аты-жөні анықталып, Казгу жатақханасында тұратыны белгілі болады. Денедегі аталық ұрыққа сараптама жасай келе, қылмыскердің қан тобы екінші топ деп топшылайды. Бірақ қате сараптама кесірінен тағы да жазықсыз жандар жер құшарын ешкім ойламаған еді. Осыдан кейін қанша іздестіру жұмыстары жасалып жатса да еш нәтиже болмаған, тек құрбандар саны көбеюмен болған. Осыдан кейін тергеу аумағы кеңейтіліп, кезінде Казгуда оқыған, тіптен оқудан шығып кеткендерге дейін тексерілген, бірақ күдікті әлі жоқ. Кейін қылмыскердің жақын маңда екеніне тергеушілер сенімді бола бастайды. Сөйтіп, ең жақын жердегі, үйленбеген, еш жерде жұмыс жасамайтын бір азамат күдікке ілінеді. Оның қанына сараптама жасағанда үшінші топ болып шыққасын, оны да амалсыз бостандыққа жібереді. Уақыт сырғып өтіп жатты. Бір күні Казгу маңында серуендеп жүрген қыз бен жігітке беймәлім жан шабуыл жасап, жігіт пышақталады. Ал қыз жақын маңдағы адамдардан көмек сұрап үлгереді. Абырой болғанда екеуі де аман қалады. Қыз қылмыскерді суреттеп бергеннен кейін қарақшы қолға түскен. Ол өздері күдікті ретінде қарап, кейін сараптама нәтижесі сай келмегесін бостандыққа жіберген Сергей Мандиков болып шығады. Ол басында қылмыстан жалтаруға тырысқанымен, қайтадан алған сараптама бойынша оның қылмыскер екені анықталады. Әрі жәбір көрген қызбен кездескенде де ол екенін растап берген. Жазықсыз жандарды қынадай қырған қылмыскерлердің осы әрекеті үшін де сериал 532 деп аталған. Нақтырақ айтар болсақ, Құран кәрімдегі 5-ші сүре 32-ші аятта жазықсыз жандарды өлтіретін қылмыскерлер туралы ескерту жасалынған еді. Сіз үшін оттаймыз.